неміз биотехнолог Месут Онгун құрамын өте жақсы ойластырған. Омега-3 мен B12-ті бірге қойған. Ал B12 барлық адамдар ішу керек, ешқандай рецептсіз ішетін витаминдердің бірі осы B12, омега-3, D витамині, мырыш, кальций дегендер, олар ешқандай организмге артықшылық етпейді, любой уақытта тоқтаусыз іше беру керек. Міне сол B12 мысалы қанның құрамында қызыл түйіршіктерді көбейтеді. Енді бұның құрамында озон бар тағы да. Ал озон деген бұл оттекті байытады. Мысалға, найзағайдан кейін ауада озон көбейіп, сол кезде ауа тазарды деп айтамыз, сондықтан ол оттекті көбейтіп жатыр озон. Сол сияқты бұл ненің құрамында, витаминнің құрамында озон бар. Сонда біз бұл витаминді ішкен кезде омега-3 аламыз, қанның қызыл түйіршіктерін көбейту үшін темір да бар, темір гемоглобиннің құрамында бар, жаңағы айтқан B12 бар. Сонымен бірге жаңағы озон оттегін көбейтеді. Сонда организмге оттегін көбейтеді. Сонан кейін маған қызықтырған жаңа құрам коэнзим Q10 деген. Бұл жалпы биологияда, митохондрияда энергия бөлетін зат. Міне сонда бізге мына ненің құрамына, витаминнің құрамында сол коэнзим Q10 бар. Осыны ішкен кезде біздің энергиямыз артады деген сөз. Сонда қаншама комплекс витаминдер мынаның өзін ішкені кезінде біз кәдімгі күш қуат аламыз, қанымыз көбейеді, оттегімен байытыламыз, теріміз жақсарады, қан тамырларымыз кеңейеді, сосудтардың барлығы кеңейеді, жақсы қан айналысы болады. Міне осы витаминді түнде мен қарап, танысып шыққандағы сіздермен бөлісіп жатқаным. Супер. Өте жақсы. Бұны таңертең аш қарынға ішу керек, или жатар кезде перед сном бір таблеткасын күніге көп мөлшерде сумен. Бұны ішкен кезде таблеткасын байқадым, үлкен екен. Соны сумен көбірек жұтып ішу керек. Подъезі кере жоқ, жұтып ішкен жақсы. Еще құрамында цинк бар ғой. Мен байқағаным осы оксивит пішкелі мен шашым қалыңдады. Шашқа, прям мен шашым жұқарып кеткен болатын қатты. Осы оксивит пішкенге я просто сам заметил, шашым қатты қалыңдады. И тез өсетін болды. Менің байқағаным, өткенде бір уақыттары мен есінеп, бір сондай көп есінеп сөйтетінен, шаршаңқырап, күш соның барлығы кетті. Адам есінейді, не үшін? Адам есінейді ұйқысы келгеннен емес, адам есінейді оттегі жетіспегеннен есінейді. Сондықтан бұны ішкен кезде бізге оттегі жақсы жетеді. Және оттегін тасымалдайтын бұның ішінде темір де бар. Өте жақсы құрам болып келеді. Сондықтан бәрімізде осыны қолдансаңыз, балаларға болады. Неше жастан бастап?